Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге осындай штанның пішілу жолын көрсететін боламын. Менде штапель матасы жуып үтіктелгеннен кейін осылай төртке бүктеп аламыз. Матамызды тегістеп алдық. Менде матамның ұзындығы 84 см. Бізге қажетті өлшемдер беліміздің кеңдігі және штанымыздың ұзындығы. Бізде беліміздің кеңдігі 100 см. Сол 100 см-ді төртке бөлеміз, 25 см болады. Енді осы жерден 25 см-ді өлшеп, оған 5 см кеңдік үшін қосып алдым. Яғни 30 см болады. Осы жеріңіз қанша сантиметр болса, осылай төменге тура сол сантиметрді өлшеп аласыздар. Біреуде 30, біреуде 40 болуы мүмкін. Сол беліңіз қанша болады, соны төменге өлшейсіздер. Енді мына жерде біздер 30 см белгілеп алған жерімізден 5 см сыртқа қарай және өлшеп сызып аламыз. Бұл бізге ау үшін қажет болады. Біз қазір ауды сызып жатырмыз. Мына 30 см белгіледік, содан жоғарыға қарай 5 см сызып аламыз. Енді мына 30 см белгілеген жерімізбенен осы жерді тұтастырып, қиғаштап сызып, осылай ау жасап аламыз. Балағымыздың кеңдігін өлшейміз. Мен 18 см алдым. Негізінде көбінше 16 менен 19 см аралығында болады. Және осы 18 см белгілеген жерімізді мына ауымызға дейін біріктіріп, тұтас сызық арқылы осылай біріктіріп аламыз. Біз қазір штанымыздың алдыңғы жағын сызып алдық. Енді артқы жағын сызуымыз қажет болады. Артқы жағы кішкене өзгешелеу болады. Мана 5 см артық алдық қой, содан бөлек тура сол 5 см шығып тұрған ұшынан және жоғарыға қарай 5 см артығымен аламыз. Бұл біздің артқы ауымыз болады. Және мына жерде біздерде 30 см болды. Кеңдігіміз осы жерге 2 см артығыменен 32 см қылып, енді екінші артқы жағын сызып алатын боламыз. Тура мен сияқты қылып сызып алсаңыздар, пішкенде де оңай болады. Осылай 32-ні белгілейсіздер де, алдыңғы жағын қалай сыздық, тура солай сызып аламыз. Енді мына балағымыздың 18 см белгілеген жерімізден мына жоғарыдағы екінші артық алған 5 см бар ғой, артқы ауына сол жерді осылай тұтастырып, біріктіріп сызамыз. Қиғанда міне 30 см-мізді бірінші алдыңғы жағын қиып, осылай матамызды көтереміз де, алдыменен екі қабатынан алдыңғы жағын осылай қиып аламыз. Артқы жағын алдыңғы жағын қиып болғаннан соң қиямыз. Төртеуін бірге қиюға болмайды. Алдыменен осылай екі қабатын қиып аламыз. Алдыңғы жағын қидық, енді артқы жағын қиып аламыз. Мұнда анық көрінбей тұр. Қазір видеоның соңында сіздерге анық көрсететін боламын. Сызылған сызылмасы көрінбей тұр. Енді міне бүктелген жерінен осылай белгі қоямыз. Матамызды алдыңғы екі қабатын бірге ұстап, осылай тегістеп аламыз. Біздерде бұл алдыңғы жағы да, осы жерді 2 см қиғаштап қиып аламыз. Ол алдыңғы жағынан қиылады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.